Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мира. Бүгін сіздерге хит болған бента торттың ең оңай жасалуын және әрленуін көрсететін боламын. Менімен бірге қалып, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, 1 минут араластырамыз. Кейін шекерімізді аз-аздан сала отырып қосамыз. Бәрін бірден салып жіберуге болмайды. Аппақ болып ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осындай масса болу қажет. Енді миксерімізді тоқтатпай, еріген сары майымызды құямыз және де сүтімізді құямыз. Кішкене араластырып жібереміз, біркелкі болғанша массаны. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, кішкене араластырып, міндетті түрде електен өткізіп, 2 бөліп ұнымызды салатын боламыз. Жай ғана лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді формамызға салып, біркелкі бір тегіс етіп жайып шығамыз. Менде форманың размері 30-40. Қызып тұрған 170 градуста 25-30 минут пісіреміз. Міне біздің бисквитіміз, яғни коржымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Енді осындай арнайы домалақ форма, не болмаса төртбұрышты, не болмаса жүрек формамен жасасаңыздар болады осындай. Кесіп аламыз. Креміне мен крем-чиз қолдандым. Описание бөліміне қалдырып кетемін толық рецептін. Пропитка ретінде мен сүтке сгущенное молоконы салып, жақсылап араластырып, пропитка жасадым. Толық рецептін описание бөліміне қалдыратын боламын. Торттарымызды осы крем-чизбен бір қаптап, кемі 2-3 сағат холодильникке салып қоямыз. Обтяжка крем ретінде мен крем-чиз на масле қолдандым. Толық рецептін описание бөліміне қалдырамын. Бірінші тортым ақ түс болған соң, ақ түспен боядым. Аппақ, ешқандай краситель, ешқандай не қоспай. Ал екі торттың сыртын мен розовый цветке боядым. Кез келген жаңағы түске бояйтын болсаңыз, міндетті түрде ақ, яғни краситель салыңыз, сол кезде түсі қанық болып шығады. Ал төртінші тортты көк түспен боядым.
Достар, міне қараңыздар, жай ғана бір насадканың көмегімен және де осындай түрлі посыпкалардың көмегімен торттарымызды әдемі етіп сәндеуге болады. Және де ол өте арзан шығады. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда көп деген жеңіл, қарапайым жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, келесі видеомда осындай 5 минутта жасалынатын тортты жасалуын көрсетемін. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыз. Міне осындай арнайы қорапшаларға салып, сыйлыққа апарсаңыз да болады. Міне достар, біздің торттарымыз дайын. Егер сіздерге ұнаған болса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да, міндетті түрде жауап беретін боламын. Кез келген жерге сыйлыққа апарсаңыз да, балапандарыңызға жасап берсеңіздер де осындай мини торттар болады. Мен бірден кесіп көрсеттім, бірақ сіздер кемі бір күн тоңазытқышқа қалдырыңыздар, сол кезде одан да нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.